Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп ұлы ақын Абай Құнанбаев айтқандай, ең басты мамандық ол әрине ұстаздық. Мен Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы номер 7 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Молдабаева Аягөз Хамитовна. Қазіргі қоғамның сұранысына сай білімді ғана емес, ойлау қабілеті жоғары, жанашыл тұлға тәрбиелеу басты мақсаттардың біріне айналды. Мұғалімнің басты міндеті оқушыны өз өміріне тиімді қолдана алатын креативті тұлға ретінде қалыптастыру. Сондықтан оқу тәрбие жұмысымды жүргізу барысындағы тиімді іс тәжірибемді бөлісу мақсатында бастауыш сынып мұғалімі ретінде креативті тапсырмалар, шығармашыл оқушыны тәрбиелеудің кілті атты үздік тәжірибемді ұсынбақпын. Сабақ барысында оқу мақсаттарына сай тапсырмаларды түрлендіру арқылы оқушының шығармашылық, сыни және креативті ойлау қабілеттерін дамыту, әртүрлі креативті тапсырмалар арқылы білім алушының қызығушылығын арттырып, оқу процесіне белсенді қатысумен қамтамасыз ету және шығармашыл тұлға қалыптастыру. Ал өзектілігі неде? Білім берудің қазіргі заманауи парадигмасы оқушының тек білім меңгеруін емес, оның өмірлік құзыреттілігін, жеке қабілеттерін, шығармашылық әлеуетін дамытуын көздейді. Креативті тапсырмалар баланың ойлау еркіндігін елестету, салыстыру, болжам жасау, шешім ұсыну сияқты дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Әлем жылдам дамып жатқан уақытта болашақ тұлға тек білімді емес, жасампаз, икемді, креативті болу керек. Сондықтан креативті тапсырмаларды жүйелі қолдану бүгінгі педагогтың бағыты болуы қажет. Сондықтан мен үнемі жаңа тәсілмен жұмыс істеуді көздеймін. Креативті тапсырма бұл өзгеріске бастайтын тиімді құрал. Бұл дағдылар болашақ өмірде өте маңызды. Менің тәжірибемде креативті тапсырмалар жүйелі қолданған сайын сабаққа қызығушылық артып, оқушының өз ойына сенімі жеткілікті болып, жұмысқа шығармашылықпен қарап, алған білімін өмірде қолдана алады. Жоғарыда айтылған іс тәжірибем негізінде жүргізілген креативті тапсырмалар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға оң нәтижелер көрсетті. Оқушылардың қызығушылықтары артып, сабаққа белсенді қатысу көрсеткіші өсіп, түрлі деңгейлі тапсырмалар оқушыны сыни ойлау, еркін пікір білдіру, ерекше шешім табу сияқты дағдыдан жетілдіруге үлкен мүмкіндік берді. Салыстырмалы түрде алғанда, әр сыныпта, әр оқу жылында шығармашылық қабілеттері жоғары деңгейге көтеріліп, оқу жылының соңында жақсы көрсеткіш көрсетті. Бұл креативті тапсырмалардың жүйелі қолданудың нәтижесі деп толық айта аламын. Пайызды көрсеткішпен айтатын болсам, 70% оқушы өз ойын еркін әрі нақты жеткізе алатын көрсетті. 65% оқушы ерекше шешім қабылдау дағдыларын көрсетті. 80% оқушы жобалық жұмыстарға белсенді қатысып, өз идеяларын ұсынуға дайын екендігін дәлелдеді. 85% оқушы сабақтағы тапсырмаларды орындауда шығармашылық тәсілді қолданды. Бұл нәтижелер креативті тапсырмалардың оқушыны шабыттандырып, шығармашылық тұлғаға қалыптастыруда маңызды құрал екенін дәлелдейді. Мұғалім білім сапасымен ғана емес, қоғамдық белсенділігімен де ізгіліктің жолы өз жолын қалыптастыруда шығармашылық жұмыстармен бірге бірлесе жұмыс істеу мені үнемі шабыттандырып отырады. Мен сонымен қатар мектебімізде жас мамандардың жетекшісі болып жұмыс жасаймын. Үнемі жас мамандарға теория мен практиканы игерте отырып, әдіс тәсілдерімді бөлісіп, үнемі тәжірибе алмасып отырамын. Сонымен қатар қаламыздағы педагогикалық колледжде оқитын жас мамандарға үнемі коучингтер өткізіп, әдіс тәсілдерімді бөлісіп жүрмін. Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім дегенге, әр уақытта біз білім кемесінде жүзу керекпіз. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еттен жалықпас, үйретуден балаға дегендей, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.